Балалар, қараңдаршы, біз зертханаға келдік. Біз осы зертханадан ауа туралы тәжірибе жасаймыз. Сендер ауаны көресіңдер ме? Балалар, біз ауаны көре алмайды екенбіз, бірақ біз оны сезіне алады екенбіз, иә? Амина, сен дәлелдеп көрші, кәне ауаның бар екенін. Не істеп тұр екен? Иә, ауаның бар екенін сезініп тұрсың, иә? Амина, біз тағы да ауаның бар екенін дәлелдейміз, иә? Ол үшін мына шарды алып үрлей қойыңдар. Кәне, үрлей көрейікші. Қараңдаршы, мына шардың ішіне біз не толтырдық? Ауа толтырдық. Иә, ауа толтырдық. Енді осы ауаны кәне шығарайықшы. Ауа шығып кетті, иә? Яғни балалар, біз ауаны көре алмаймыз, бірақ сезіне алады екенбіз, иә? Балалар, біз осы ауаның бар екеніне тағы да тәжірибе жасап көрейік па? Иә. Олай болса бізге қажетті заттар. Су. Иә. Мандарин. Балалар, қараңдаршы. Мына мандаринді біреудің ашып алды, біреудің ашқан жоқпыз, иә? Енді екеуін суға салып көріңдер, кәне. Кәне суға салып көреміз. Ал балалар, не байқадыңдар? Ашылған мандарин? Ашылған мандарин түбіне түсіп кетті. Иә, судың түбіне түсіп батып кетіпті, иә? Ал Амина, сен не байқадың? Су батқан жоқ. Иә, батқан жоқ екен, иә? Өйткені балалар, мына мандариннің қабығында ауа бар екен. Сол үшін судың бетінде қалқып жүр. Ал біз екінші мандаринді ашып тастағаннан кейін, бұда ауа жоқ. Сондықтан бұл судың түбіне батып кетіпті. Біз ауаның бар екенін осы тәжірибе арқылы дәлелдедік, иә? Иә. Балалар, бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма? Иә. Олай болса, үйден де осы тәжірибелерді аналарымен бірге жасап келесіңдер. Сәлем достар. Сәлем достар. Мен тетесі Әмина. Алима. Тетесі Алима. Біз не істейміз, Амина Алима? Біз тәжірибеміз Жасаймыз. Жақсы. Бірінші бізге не керек, Амина Алима? Жұмыртқа. Дұрыс, жұмыртқа сосын от, сіріңке керек, иә? Сіріңке сосын мынау не? Анау қағаз. Дұрыс, сосын бізге бөтелке керек, иә? Ең бірінші біз мынандай тәжірибе жасаймыз. Мына жұмыртқаны бутылканың ішіне сыйдыруымыз керек. Қазір қарасақ, сыймайды, иә? Сондықтан бұны біз бірінші не істейміз? Біз ашимыз. Дұрыс, ашып аламыз, иә, қабығынан. Жанып тұрған қағазымызды ішіне саламыз. Қазір жұмыртқаны үстіне қоясың. Тұра тұр. Келесі тәжірибеміз ол шарды қалай тиімді әдіспен үрлеу, иә? Біз үйде шарды қалай үрлейміз? Қалай үрлейміз? Көрсетші. Алима көрсетеді екен, иә? Қалай үрлеп жүргенімізді. Иә, осылай қиналып үрлейміз, иә? Үрлеп көре ғой. Жылдамдата ғой. Кім екен? Өте шарды негізі аузымызға салуға болмайды екен, иә? Кір. Алима, енді мен саған көмектесейін, бұл затты өзің ұстауға болмайды, иә? Үлкендердің көмегімен ғана қоямыз. Көбірек сірке қышқылын құйсақ, біздің шарымыз үлкен болып үрленеді. Мен қазір сірке қышқылын алғаннан кейін бөтелкені жіберіп тастама, ұстап отыр, иә? Бірақ құйып алдық. Енді осылай шарымыз бен құйғышты бір-біріне кигізіп қоямыз да, ас содасын саламыз, иә? Мен салам, сен қатты ұстап тұр, одан кейін мен ұстаймын қайтадан. Өте жақын тұрмаймыз, бұның иісі сендерге қауіпті. Әкел, мен ұстаймын, сендер жібере қоясың. Енді сала қой. Алима, міне бөтелкеге шарды, ас сода салынған шарды қазір тезірек көтеріп қаласыңдар, иә, мен айтқан кезде. 1, 2, 3, көтере қой. Жібере сал, болды, жібере қой. Шарды көтеріп кіреді, көтер шарды. Әне қара, өзі үрленіп жатыр. Шарымыз құлап қалатын екен. Ішіндегі сода түспей жатыр, ол сенге құлап тұр. Жоғары көтеріп ұстап тұра қой. Жоғары көтеріп ұстап. Ол ішіндегі содан түсір. Көтер. Көтер қой. Қара, үлкен болып үрленді, иә? Яғни ішінде химиялық зат алмасу болып жатыр, иә, бір-бірінен. Реакция болып жатыр. Осыда көмір қышқыл. Балалар, сендер үйден аналармен бірге өте жақсы тәжірибе жасап келіпсіңдер. Маған өте ұнады. Менің көңіл күйім осындай. Ал сендердің көңіл күйлерің қандай? Өте жақсы, иә? Сендердің көңіл күйлерің де жақсы екен.